Баршаңызға сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін біз С, Ш, Ж дыбыстарын автоматизациялауға арналған логопедиялық домино ойынымен танысамыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ойынның негізгі мақсаты балаға дыбысты анық айтуға, сөз арасында автоматизация жасауға көмектеседі. Бұл ойын арқылы балаға дыбысты анық айтуға үйретіп қана қоймай, С дыбысын сөздің басында, ортасында, аяғында анықтауды үйретуге болады. Ол үшін біз мына суреттегі сөздерді балаға анық айтқызып шығамыз. Сөмке, сағат, сегіз, су, сызғыш, мысық, кесе, қасық, есік, маса, асық, ананас, автобус, тас, тіс, троллейбус. Сөмке сөзінде С дыбысы сөздің қай жерінде кездеседі? Дұрыс айтасың, сөздің басында кездеседі екен. Мысық сөзінде С дыбысы сөздің қай жерінде кездеседі? Әрине, мысық сөзінде С дыбысы сөздің ортасында кездеседі. Тас сөзінде С дыбысы сөздің қай жерінде кездеседі? Әрине, сөздің соңында кездеседі екен. Сонымен қатар, бұл сөздерді балаға буынға бөлдіруге болады. Мысалға, мынау не? Сөмке. Қане, сөмке сөзін буынға бөлейікші. Сөмке. Неше буын екен? 2 буын екен. Қане, сағат сөзін буынға бөлейікші. Сағат. Неше буын екен? 2 буын екен. Осы сияқты балаға буынға бөлдіріп үйретуге болады. С дыбысына байланысты сөздерді анық айтып үйренген соң, балаға мына карточкаларды керісінше бетіне аударуды ұсынасыз. Пазлды құрастыру арқылы баланың ұсақ қол моторикасын және логикасын дамытамыз. Ненің суреті шықты? Автобустың. Достар, келесі кезекте бізде Ж дыбысы. Бұл жерде де ойын дәл солай ойналады. Жастық, жаға, жең, жас, жіп, шыжық, көже, қонжық, әже, ожау, кебеже, жусан, жеті, жаңбыр, жүзім. Құрастырып болған соң баладан сұраймыз. Бұл жерде ненің суреті шықты? Әрине, дұрыс айтасың. Жылқының суреті шықты. Келесі дыбысымыз Ш дыбысы. Бұл жерде де балаға бірінші анық айтқызып шығамыз. Шәй, шана, шие, шыбын, шеге, аңшы, әнші, қаша, машина, қайшы, ешкі, ағаш, әтеш, сызғыш, үш.
балаларға пазл құрастыру өте қатты ұнайды. Ненің суреті шықты? Әрине, дұрыс айтасың. Машинаның суреті шықты. Сізге ойын ұнаса, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.